дұрыс сөйлеу, ойлау. Өз сөзіңізді, ойыңызды басқарып үйреніңіз. Әрбір айтқан сөзіңіз өміріңізге әсер ететінін біліп пе едіңіз? Мен жоқ. Кітаптан оқымағанша білмедім. Егер сіз өмірі жолым болмайды, өмірі мәнсіз, ақшам жоқ, мені ешкім жақсы көрмейді, бақытсызбын, шаршадым. Тағы басқа дәл осындай көптеген негатив сөздерді айтатын болсаңыз, сіз қатты қателесіп жатырсыз. Сіз дәл осындай өмірді өзіңізге тілеп, таңдап тұрсыз. Алла адамдардың барлығын бірдей тап-таза етіп жаратты. Әрі қарай өсе келе, әркім өзінің ойына, сөйлеген сөзіне, ниетіне, күнделікті әдетіне, мінезіне, ұстанымына қарай өз өмірін өзі құрастыра береді. Күнделікті тек қана жақсы сөздер айтуға тырысыңыз. Ешкіммен ұрыспаңыз. Балаларға, тағы басқа жақын адамдарыңызға мүлде дауыс көтермеңіз. Керісінше, айналаңыздағы әрбір адамды себепсіз жылы сөздер айтып, қалай жақсы көретініңізді айтып, мақтап, қолдап, мадақтап, кезінде артық айтқан сөздеріңіз үшін кешірім сұрап жүргеніңіз дұрыс. Егер жақсы ойлап, әрдайым позитивный болсаңыз, сіздің өміріңізде дәл сондай болады. Ал егер де ойларыңыздың барлығы агрессивный болса, онда өміріңізде дәл сондай болмақ. Қарасаңыз, барлығын біз өзіміз өмірімізге магнит сияқты тартамыз. Энергиямызбен. Сізден қандай энергия шықса, дәл сондай энергия сізге қайта оралады. Сондықтан да ойланып сөйлеу, жақсы ойлау, армандау, мақсат қою, жақсы көру, сезіміңді, ойыңды ашық айту, көңілді жүру, дәл қазіргі сәтпен өмір сүріп, күннен күнге бақыттырақ болу, және де сол үшін әрдайым Аллаға алғыс айту осы өмірде өте маңызды.